Қаладағы әжептәуір құрылыс компаниясының директоры 40-тың 40-асына іліккен есеттен жаман ауру табылды. Астанадағы дәрігер досы қынжылап отырып, 2 ай өмірінің қалғанын жеткізді. Біз қонақпыз. 2 айдың ішінде қанша адамның жол апатынан, өзге де бәле-бәтерден от-өлік болып жататыны бір Аллаға мәлім. Ешкім қашан кететінін білмейді. Ал сен білесің, деді. Есет досының бұл сөзді жылату үшін, әлде жұбату үшін айтқанын түсінбеді. Қаралы хабарды сабырмен тыңдаған ол, аэропортта досының қолын қысып тұрып, бұл хабардың құпия қалуын өтінді. Ұшақтан түскен бойда күтіп алған шопыры мен құмырсқаның елеуіндей қыз-қыз қайнап жатқан кеңсесін емес, әке-шешесінің басына барып қайтты. Мазалай берген соң ұялы телефонында өшіріп тастады. Өзіне сұраулы көзбен қараған шопырға ағасының адресін айтты да ұзақ ойға шомып кетті. Әскерде орыс жерінде болған Есет қысына шыдай алмай ауырып қала беретін. Бірде артынан ағасы іздеп келіп, мұны оңаша шақырып алып, ауылдағы тайыншаны сатып, ақшасын командиріңе беріп, сенің орныңа әскерде мен қалсам қайтеді деп еді-ау. Сөйткен ағасының жол апатынан аяғынан айырылып жатқан баласына көмек сұрап хабарласқанына да біраз уақыт өтіп кетіпті. Әйтеуір бір жанталас өмір. Енді кешіктіруге уақыт жоқ, деді бұл өзін-өзі кекетіп. Ағасында Құдайға шүкір бала жетеді. Ауылдағы ең көрікті қыздардың біріне үйленгенде, жеңгесінің әдемілігіне малданып біразға дейін танау шелектей боп жүріп еді-ау. Қазір қаладағы қуықтай ғана 2 бөлмелі үйде тұрып жатыр. Ал бұл ағасы сияқты ғашық болып күйіп жанбады. Кішкентай кезінен жоқшылықты көріп өскен бала аяғын аңдап басып, есеппен отау құрды. Білдей құрылыс басқармасында жұмыс жасайтын дөкейдің бұлаңда өскен жалғыз қызына құрық салды. Обалғаны, Әсия осы уақытқа дейін өзге ақымақ қатындардай, сенің осы дәрежеге жеткенің менің әкемнің арқасы деп, бетіне салық етіп басып көрген емес. Бойын күтіп сыланып қалған келіншегі Асқар мен Әминадан соң бала көтермей қойды. Осы уақытқа дейін мән бермей келген Әсет, дәл бүгін балаларының аздығына өлердей өкініп келеді. Атасы қасына жұмыс қалды. Зейнеткерлікке кеткенде де тәп-тәуір лауазымға тағайындатып кетті. Жұмысқа деген өлермендігінің арқасында директорлікке дейін көтеріліп, бүгінде жекеменшік құрылыс компаниясын басқарып отыр. Кең сарайдай үйі бар, арқыраған қара джип астында күні кешеге дейін өзін Ақтауды айырып, Қаратауды қайырып жүрген бүгінгі күннің батырындай сезінуші еді. Ал бүгін бәрі мағынасыз, бәрі сұрғылт қажетсіз нәрсеге айналып кеткен сияқты. Күзетте жұмыс жасайтын ағасы әлі үйіне келе қоймапты. Бір кездері көздің жауын алатын сұлу жеңгесінің өңі солғын көрінді. Ыңғайсыздау үнсіздіктен соң бұл қара тентекке келбедім, деді күмілжіп. Көрші бөлмеден Асқаттың көке деген жарқын дауыс естілгенде қуанып кетті. Бала керуетте жатыр екен. Әйтеуір бір аяғы аман, оған да шүкір. Көке, сенің келетініңді білгемін, түнде түсімде көрдім, деді бала бұны тас қылып құшақтап. Есеттің жүрегі езіліп кетті. Асқаттың қасында біраз отырды. Бала фантастикалық кітап оқығанды ұнатады екен. Оқуды үздік оқитын ол болашақта хирург болуды армандайтынын айтты. Аяғым бар кезде мектептегі футбол командасының ең мықты шабуылшысы едім деп те мақтанып қойды. Ертең шетелге алып кететінін естігенде жүзі қуаныштан бал-бұл жанып шыға келді. Орнынан тұруға оқталғанда қолын қысып, көке, мені емдеткен ақшаңызды аман жүрсем қайтарамын, деді нық дауыспен. Жеңгесі ас үйге шай жасапты. Бойжетіп қалған Мәдина жұпыны киімінен қысылғандай имене қарап сәлем берді. Азық-түлік дүкеніне барып бірнеше пакетті толтырып, Асқатқа компьютер алып қайтып келгенде ағасы да жұмыстан оралған екен. Екеуі құшақтасып амандасты. Баламысың деген Асқат жолға жиналуды бастап та жіберіпті. Компьютерді көргенде бала ысқырып жіберді. Кішкентай үйдің іші үбір-шүбір балалардың қуанышты үніне толып кетті. Не алып берсе де қуанбайтын өз балалары есіне түсті. Кетерінде есепшіліктің оқуын оқып, қызыл дипломмен бітіріп, үйде жұмыссыз жатқан Мәдинаға бір уыс ақша ұсынды да, бастан аяқ кейін
Ертеңнен бастап бізде жұмыстасың. Кадрға ескертемін. Бізге сен сияқты энергиясы көп, білімді де білікті жас маман қажет ақ, деді күлімсіреп. Мәдинаның қуанғаннан беті қызарып кетті. Рахмет көке, сеніміңізді ақтаймын деген даусы дірілдеп шықты. Қоштасарда ағасы бір нәрсе сезгендей, қапсыра құшақтап тұрып, бәрі жақсы ма, деді қамқор үнмен. Кішкентай кезінде көшеден таяқ жеп келген үшін талай төбелеске түскен ағасының осы жолы дәрменсіз екенін ойлағанда жүрегі сыздады. Жақсы, деді бұл ағасының құшағынан босап жатып. Осы кезде бағанадан бері ләм-мим деп тіл қатпаған жеңгесі таяқ жеген балаша өксіп жылап жіберді. Өмір бойы тілеуіңді тілеп өтемін, Төрежан, деді жылап тұрып қайран жеңгесі. Ал Есет ағасының отбасына қуаныш сыйлағанына өзін керемет бақыт сезінді. Далаға шыққан соң шопырын босатып жіберіп, үйіне жаяу тартты. Өзін көптен бері бұлай жеңіл сезінген жоқ еді. Әрбір үйді тапсырған сайын бір мүжәлсіз отбасыға пәтер сыйлап, кілт тапсыруды үрдіске айналдырып жүрген Есет, жаңа жыл қарсаңында тапсырылатын үйден бөлінетін пәтерді ағасының отбасына беретін болып шешті. Үйге кіргенде өзіне аңтарыла қараған келіншегін көрді. Телефонында өшіп жатыр, жұмыстан да іздеді, уайымдап деп асыға сөйлеген Әсиясына сабырмен қарап, жатын бөлмесіне өтіп кетті. Бүгін жұма екені есіне түсті. Аптаның соңғы күнінде жолдастарымен бірге жел шығарамыз дегенді желеу етіп, отырыс ұйымдастырып, көңіл көтеруді әдетке айналдырып еді. Енді мұндай ақымақ тірлікпен айналысуға уақыт жоқ, Есет мырза, деген ол киімшең диванға қисайды да қалың ұйқыға кетті. 2 айдан соң өзінен табылған жаман аурудың өзі түгілі ізінде көре алмай, дәрігерлердің айран асыр қалатыны ұйқыдағы Есетке беймәлім еді.